Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Алматы қаласы Жетісу ауданы 10 мектеп гимназиясы бастауыш сынып мұғалімі Садикова Гүлнар Нұртазаевнамын. Жазба жұмыстарын оқу, жазу, талдау, элективті курс бағдарламасы жазып шықтым. Бұл бірінші сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасы. Аптасына 1 сағат, барлығы 33 сағат. Бұл курстың негізгі курстың мақсаты білім алушылардың тілдік дағдыларын дамыту барысында жазба жұмыстарын оқыту, жаздыру, талдау арқылы функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және күнделікті өмірдегі қарым-қатынаста тілдік нормаларды сақтап, мәдениетті сөйлеуге, сауатты жазуға жағдай жасау. Элективті курстың негізгі міндеттері білім алушылардың тілдік дағдыларын, яғни айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым дамыту, ауызша және жазбаша сөйлеу нормалары мен тіл мәдениеті негіздерін меңгерту, сөйлеуге дыбысты, буынды сөзді анық айтуға үйрету, дыбыстың, буынның, сөздің, сөйлемнің графикалық сызбасын оқуға, оны дұрыс сызуға баулу, буын, сөз, сөйлем, мәтіндерді буындап, әрі тұтастай оқи алуға баулу. Осы курстың негізгі бағыттары ол оқу дағдылары, жазу техникасы, талдау қабілеті. Оқу дағдылары әріптерді, сөздерді және қарапайым сөйлемдерді дұрыс оқып үйрену. Жазу техникасы әріптерді дұрыс жазу, тазалық пен ұқыптылықты сақтау, талдау қабілеті. Яғни талдау қабілеті жазылғанды түсіну және өз ойын жеткізе білу. Оқу кезеңдері 3 кезеңнен тұрды. Бірінші кезең әріптермен танысу, екінші кезең сөздерді құрастыру, үшінші кезең сөйлемдермен жұмыс жасау. Әріптермен танысу, балалар әліпбиді үйреніп, әр әріпті тануды және жазуды бастайды. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыратуды үйренеді. Екінші кезең сөздерді құрастыру. Әріптерден сөздер құрастыруды, буындарға бөлуді және дұрыс оқуды дамытады. Қарапайым сөздерді талдайды. Ал үшінші кезең сөйлемдермен жұмыс. Яғни қарапайым сөйлемдерді құрастыруды, оқуды және мағынасын түсінуді үйренеді. Өз ойларын жаза бастайды. Жазба жұмыстарының түрлері көшіріп жазу, еркін жазу, диктант. Бұл біздің күнделікті өмірімізде қолданып жүрген жазба жұмыстарының түрлері. Көшіріп жазу кезінде әріптерді көшіреді, сөздерді көшіреді және қарапайым сөйлемдерді көшіреді. Еркін жазуда суреттер бойынша жазу, өз ойын жазу және қысқа әңгімелер құрастыру. Диктант жұмыстары, яғни әріптік диктант, әрине бірінші сыныпқа келгенде әріптік диктанттан бастаймыз. Сөздік диктант және сөйлемдік диктант. Енді талдау критерийлері әріп жазу дұрыстығы, яғни әріптердің пішіні, өлшемі, стандартқа сай жазу тазалығы. Орфография дағдылары, сөздерді дұрыс жазу, қарапайым ережелерді сақтау, мазмұнның мәнділігі, ойдың анық жеткізілуі, шығармашылық элементтердің болуы, жұмыс ұқыптылығы, дәптердің тазалығы, яғни өшіру мен түзетулерін жөндеу. Енді біз нәтижелерін білу үшін оқушылардың үлгерімін осындай даму динамикасын жасап, көрсеткіштерді көрсете отыруымыз керек. Әріп жазу, яғни ол қыркүйек айында болады. Бірінші сыныпқа келген оқушылар осы әріптерді жаза бастайды. Одан кейін сөз құрау, одан кейін сөйлем жазу. Әріпті жазу, яғни 90%-ға дейін арту керек. Сөз құрау 85%-ға дейін, сөйлем жазу ол 80%-ға дейін арту керек. Интерактивті оқыту әдістері, яғни ойын элементтері, шығармашылық тапсырмалар, технологияны қолдану. Ойын элементтері әрине барлығымызда білеміз. Әріптер мен сөздерді ойнап үйрену, командалық жарыстар өткізу, балдар жинау, жүйелі түрде мотивацияны арттыру, яғни оқушылардың қызығушылығын үнемі арттырып отыруымыз керек. Шығармашылық тапсырмалар, олар суреттер салады, астына жазады, өз әңгімелерін құрастырады, топпен бірлесіп жазба жұмыстарын орындайды. Технологияны қолдану, интерактивті тақталарды пайдаланамыз, білім беру қосымшаларын, методичкаларды пайдаланамыз және цифрлық құралдарды пайдалану арқылы оқытуды қызықты өткізуге тырысамыз. Енді бұдан күтілетін нәтиже әріп тану, яғни оқу жылы соңында барлық әріптерді білу және жазу 90%-ға дейін арту керек. Сөздерді оқу, қарапайым сөздер мен сөйлемдерді еркін оқу, ол 85%-ға дейін арту керек. Жазу дағдысы бәрімізге белгілі, ойын жазбаса дұрыс жеткізе білу қабілеті болу керек. Мінекей, осы менің элективті курсымнан күтілетін нәтижелер осындай. Осы күтілетін нәтижелерді біз алдағы айтып өткеніндей орындасақ, әрине біздің балаларымыз жақсы жетістіктерге жетеді. Әр баланың өз қарқынымен дамитынын есте ұстауымыз керек. Маңыздысы үйрену процесінде көп мағлұмат алу және үздіксіз дамып отыру. Мінекей, осы сіздерге түсінікті тілмен айтып шықтым деп ойлаймын. Ал менің осы элективті курсымның нәтижесі осындай. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.